Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дүкендегі торттардың рецепттерінің бірімен бөлісемін. Жасалу өте оңай және қолжетімді заттардан жасалынады және өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай упаковка жасап қойсаңыздар да болады. Бисквитті торт болғандықтан бізге бисквиттің өзі қажет болады. Бисквиттің жасалу рецептісі менің каналымда бар. Егер сол рецептпен жасасаңыздар, бисквиттеріңіз өте биік және өте жұмсақ болып шығады, сонымен қатар сақталу мерзімі де ұзағырақ болады. Егер рецепт керек болса, описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Бірінші торт үшін бисквитті 3 бөлікке бөліп алдым. Ең жоғарғы бөлігін жұқалау етіп бөлдім, себебі торттың шетін әсемдеу үшін пайдаланатын боламын, яғни ұнтақтайтын боламын. Ал екінші торт үшін бисквитті 2 бөлікке бөлдім. Ендігі кезекте 2 торт үшін де крем дайындаймыз. Крем жасалу өте оңай. Бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын қосып, миксердің көмегімен ағарғанша араластырамыз. Артынан қоюлатылған сүтті аз-аздан қосып, миксердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Дәл осындай бір келкі болып шығу қажет. Бұл кремнің ерекшелігі, кез келген тортқа пайдалана берсеңіздер болады және формасын жақсы ұстайды. Енді тортты жинақтайтын боламыз. Ең алдымен корждарға пропитка жасаймыз. Ол үшін 1:1 пропорцияда қант пен ыстық суды араластырып аламыз. Артынан керекті мөлшерде кремдерді жағып шығамыз. Негізі бұл кремнің орнына басқа кремді де пайдалана берсеңіздер болады. Бірақ дүкендегі торттарда көбіне осы кремді пайдаланады. Ендігі кезекте торттың бетін әсемдейтін боламыз. Ол үшін бисквиттің алып қойған үстіңгі қабатын блендердің көмегімен ұнтақтап шығатын боламыз. Дәл осылай ұнтақтау қажет. Дәл осылай торттың шетін әсемдесеңіздер болады, немесе мен сияқты 2 ас қасық какао қосып әсемдесеңіздер де болады. Дәл осы ұнтақпен торттың барлық жерін әсемдесеңіздер де болады. Мен бірақ ең алдымен торттың бетін шоколадпен әрлеп алдым. Ол үшін микротолқынды пеште шоколадты ерітіп, артынан сұйық майды құйып, бір қалыпты масса болғанша араластырамыз да торттың бетіне құйып жағып шығамыз. Немесе шоколад болмаған жағдайда ұнтақталған бисквитпен торттың барлық жерін әсемдесеңіздер болады. Бұл торттың дайын болған кездегі таза салмағы 1 килограмм болып шықты. Ұнтақталған бисквитпен шеттерін әсемдеп шығамыз. Ұнтақтауға арналған бисквитті кесіп алатын кезде, егерде бір тортқа пайдаланатын болсаңыздар, азырақ кессеңіздер болады. Мен 2 тортқа пайдаланғандықтан көбірек кесіп алған болатынмын. Бірінші торт осымен дайын болды. Екінші тортты да дәл солай жинақтаймыз, бірақ басқа оформленияда болғандықтан белково-заварной кремді пайдаланамыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ақуызы, қант және су қажет болады. Жұмыртқаның ақуызының салмағына байланысты қант пен суды өлшеп аламыз. Оны қалай өлшеу керегін описанияға жазып кететін боламын. Қант пен суды араластырамыз да баяу отта ең алдымен қайнатып жібермейміз, ішіндегі қантты ертіп аламыз. Егер қантты ертпейтін болсаңыздар, қант кристалға айналып кететін болады. Сол кезде кремдеріңіз шықпай қалатын болады. Ең алдымен қантты ертіп, дәл осылай қайнаған сәттен бастап 7-8 минуттан кейін жұмыртқаның ақуызын миксердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Шамамен 4 минуттай уақыт кетті. Енді сироптың дайын болғандығын тексереміз. Ол үшін салқын суға 2-3 тамшы сиропты құямыз. Сол кезде сироп қатып қалу керек. Байқасаңыздар, мен сироп қатқан жоқ. Демек, әлі тағы да 2-3 минут қайнатамыз. 2-3 минуттан кейін тағы да тексереміз. Сироп қатып қалды. Демек, сироп дайын болды. Енді отты өшіріп, сиропты пайдалана береміз. Егерде сіздерде термометр болатын болса, термометрмен өте ыңғайлы. Сироптың температурасын өлшеп, 120 градусқа келгенде сиропты өшіріп пайдалана береміз. Дайын болған сиропты дәл видеодағыдай бір ізбен құйып шығамыз. Барлығын бірден құюға болмайды. Аз-аздан бір ізбен құйып шығамыз. Сиропты құйған кезде жұмыртқаның ақуызы ысып кетеді.
сол кезде жұмыртқаның ақуызы шикі болып саналмайды. Кез келген торттарға, пирожноларға қорықпай пайдалана берсеңіздер болады. Формасын ұстайтын масса болғанша дейін миксердің көмегімен араластырамыз. Дәл осындай крем болып шығу керек. Бұл кремнің ерекшелігі формасын өте жақсы ұстайды. Торттың сыртын қаптауға, оформленияға өте ыңғайлы кремдердің бірі. Бірақ торттың ішіне пайдалануға кеңес бермеймін, себебі корждар құрғақ болып қалады. Дегенмен де пайдаланып жататын кездер болады. Көп жағдайда белковый кремді жағып жатқан кезде торттың беті тегіс болмай қалады. Сол жағдайда шпательді суға батырып, тегіс болмай қалған жерді тегістеп шығамыз. Бұл торттың дайын болғандағы таза салмағы 1 кг 300 грамдай болып шықты. Бисквитті ұнтақты көбірек жасағандықтан, торттың шеттерін бисквитті ұнтақпен әрлеп шықтым. Егер де бисквитті ұнтақ болмаса, кокосовый стружки немесе вафельный крошкамен де әсемдесеңіздер болады. Торттың бетіне келетін болса, кез келген оформлениеда жасасаңыздар болады, барлық өз еркілеріңізде. Менде үйде осындай холодный гель болғандықтан, бір ас қасы холодный гельді жақсылап араластырып, кондитерлік мешокқа салып, әрлеп шықтым. Және қалған креммен, яғни белковый креммен шеттерін әрлеп шықтым. Осымен біздің екінші торт дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.